Сәлеметсіздер, құрметті интернет-конференция қатысушылары. Бүгін бізде антикорлар жобасы аясында Алматы қаласы жалпы білім беретін нөмірі 168 мектептің директоры Бәйкенов Манас Сайхатұлы. Манас Сайхатұлы жалпы жас өскелең ұрпақтың адам тұлға ретінде қалыптасуы мектеп кезінде басталады, балалық шағынан басталады. Жақсы мен жаманды айыру және де әділдік, парасаттылық сынды қасиеттерді сіңіру барлығы осы шақта басталады. Және осы мақсатта сіздердің мектептеріңіз қандай іс-шаралар ұйымдастырып жатыр және де қандай семинар сабақтар жүргізіп жатырсыздар, сол туралы айта кетсеңіз, сізге сөз. Көп рахмет. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер, көрермендер, ата-аналар. Ең алдымен өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Тайкен Манас Сайхатұлы болады. Осы Алматы қаласы Медеу ауданы Көктөбе ықшам ауданында орналасқан жаңа мектеп, Қасыл Қатықбаев атындағы 168-ші мектеп гимназиясы. Біз енді биыл 4-ші оқу жылын бастағалы отырмыз. Ең алдымен сіздерді осы былтырғы жылғы оқу жылында атқарылған іс-шараларды айтпас бұрын мектеп туралы тоқталғым келіп отыр. Біздің мектебіміз 2016 жылы қолданысқа берілген. Қасыл Қатықбаев атындағы 168-ші мектеп гимназиясы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арнайы келіп ашып берген болатын. Жалпы мектептің жоба сыйымдылығы 600, қазіргі күнде 800-ге жуық оқушы білім алады. Бұған тоқталсақ, білім іздеп келген әрбір бала, оның артында тұрған әрбір ата-анаға біздің мектебіміз әрдайым ашық дегім келеді. Себебі халыққа қызмет көрсету деген сөз көбінесе құжаттың рәсімделу деп қабылдаймыз, ал негізінде мектепте ол ғимаратқа жатады ғой. Оның ішіндегі мұғалімдер, оның ішіндегі қызметкерлері. Ұстаз болғаннан кейін біз балаларға, жасөспірімдерге білім мен тәрбиемен беріп қана қоймай, сонымен қатар адалдық, шыншылдық, сенімділік деген ұғымдық жұмыстарды үздіксіз жүргізіп отырамыз. Себебі бұл біздің негізгі мақсатымыз, міндетіміз және одан шығатын нәтиже. Осы орайда елбасының бастауымен жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан көші алға басып келеді. Айтар болсақ, елбасының 100 нақты қадам атты ұлт жоспарының 13-ші қадамда айтылған жемқорлыққа қарсы күресті күшейту міндеттерін іске асыру мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен білім және ғылым министрлігінің жергілікті әкімдіктердің қолдауымен білім беру ұйымдарының мектеп оқушылары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру мақсатында Адал ұрпақ еріктілер клубы жобасы жұмысын бастаған болатымыз. Енді осы жұмыс жобасына тоқтала кетсек, біздің барлық мектептердегідей 2018 жылдан бастап осы жоба аясында мектебімізде Адал ұрпақ еріктілер ұйымы құрылған болатын. Ұйымның қызметіне келетін болсақ, ол барлық мектептердегідей өзінің жеке жұмыс жоспары, мақсаты, міндеті, ұраны бар. Оған қосымша барлық білім беру мектептеріндегідей сенім жәшігі, сенім телефондары, адал ұрпақ бұрышы және адалдық алаңы жұмыс жасайды. Бұл жұмыстар әрине дәстүрлі түрде. Ал біз енді жоғарыда айтып өткендей оқушылар мен жасөспірімдерге тәрбие мен біліммен қатар адалдық, шыншылдықты, адамгершілікті үздіксіз жүргізіп отырамыз. Ал жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін ол барлық мектептердегідей біз 7-ші, 11-ші сынып оқушылар аралығында жүргізуді жөн көрдік. Әрине бұл жас ерекшеліктеріне қарай. Қазір кезде жалпы бұл ұйымда 234 бала мүшелік етеді. Осы Адал ұрпақ еріктілер клубының ұйымдастырушысы мектеп тәлімгері бізде Ұлан Рахманқызы және директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Назарова Құралай Серікбайқызы. Ал Адалдық еріктілер клубының төрағасы өзі сайлау арқылы өткен 10-ші сынып оқушысы бізде Диас Бекенов деген белсенді оқушымыз бар, үздік оқушы. Енді қазіргі таңда осы Адал ұрпақ еріктілер ұйымының рөлі орасан зор деп айтқым келеді, себебі ол патриоттық клуб деп айтсам да қателеспеспін. Енді осы ұйымның атқарылған жұмыс жоспарына тоқтала кетсек, бұл Адал ұрпақ патриоттық клубы мүшелерінің отырысы, сынып сағаттары, кездесулер, дөңгелек үстелдер, пікір талас практикумдері,
елімізге танымал тұлғалармен кездесу, бұлардың барлығы оқушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез құлқының, адамгершілік этикалық құндылықтар негіздерін қалыптастыру бағытында өткізілуде. Тағы да сол былтырғы 2019-2020 оқу жылында мектебімізде бағдарлама аясында атқарылған жұмыстар туралы айтар болсақ, ол жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін қалыптастыру бағдарламасының іске асырылу бойынша белсенді жұмыстар жүргізілді. Оның ішінде республикалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен мынау адалдық сағаттарын интерактивті түрде өту туралы қаулысына сәйкес сынып сағаттар өткізілді. Бұл сынып сағаттың негізгі мақсаты оқушы бойындағы адалдық, парасаттылық, әділдік, сенім құндылықтарын сіңіруге және жас буынның рухани болмысын бекітіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру. Бұл тәрбие сағатында осы айтылған қасиеттер туралы түсініктемелер сөз болып, шынайылық туралы ұғымдар талқыланды. Тағы бір нәтижелі жұмыстардың бірі ол қазіргі қоғамның ең басты талабы салауатты өмір салтын қалыптастыру, тәрбиелеу. Осы орайда оқушыларға жалпы ой өрісін дамытуда, жоғарғы эстетикалық талап талғамын қалыптастыруда ең үлкен де ұлы тәрбие құралы кітап деп айтқым келеді. Мектебімізде бізде мынау негізгі сабақтардан кейін арнайы кітап оқу уақыты берілген. Осы уақытта оқушыларымыз кітапханада кітап оқып, рухани байлығын дамыта алады. Бұл үрдіс бізде мектебімізде 2017 жылдан бастап қалыптасқан. Келесі кезекте тағы бір қалыптасқан үрдістердің бірі ол елімізге танымал әртүрлі саладағы мынау спорт, мәдениет, білім саласындағы тұлғалармен кездесу өткізу. Бұндай кездесулер бізде әр ай сайын жоспарланып отырады. Мәселен, былтырғы өткен жылы бізде ақын жазушы жаңағы Бақыт Беделхан, Алмас Ахметбекұлы және ережесіз жекпе-жек әлем чемпионы Ардақ Назаровпен және тағы басқа танымал тұлғалармен кездесу өтті. Бұл кездесулерден біздің оқушыларымыз көптеген ақыл кеңестер, рухани тәрбие алды. Ол жерде ата-ананы әрдайым сыйлау, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсету, адалдық әрдайым адаспайтын жол екені туралы түсінік беру туралы айтылды. Біз бұл жерде оқушының мұғалімнен алатын тәлім тәрбиемен қатар рухани тәрбие беруді де қалыптастырдық. Бұдан өте үлкен нәтижелі жұмыстар шықты. Осы жұмыстардың барлығы адалдық ұрпақ еріктілер ұйымының жұмысы деген келеді. Енді биылғы карантин жағдайына қашықтықтан оқу кезеңінде де адалдық ұрпақ еріктілер клубының жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оқушыларымыз өзіңнен баста атты челлендж өткізді. Бұл челлендждің негізгі мақсаты тағы да сол үлкенге, кішіге құрмет көрсетуді, айналадағы адамдарға мейірімділікпен қарауды, адал еңбекпен білім алуды, мәдениетті сөйлеуді қалыптастыру бағытында жүргізілді. Сонымен қатар, енді биылғы осы еліміздегі айтулы даталар, ол Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай адалдықты мұра еткен ұлы Абай тақырыбында адалдық сынып сағаттарын біз онлайн тәртіпте өткіздік. Жалпы Абайдың артында қалдырған өнегесі өшпес мұра, әр қазақ баласы Абай атамыздан үлгі алуы тиіс деген келеді. Сонымен қоса бізде Әл-Фараби атамыздың 1150 жылдық мерейтойы бұл ашық тәрбие сынып сағаттары арқылы аталып өтті. Бұл жерде мен айтатын едім, бір ұстаным, ол тәрбиесіз берілген білім, ол адамның қас жауы деген ұлы Әл-Фараби атамыздай мектепке тек білім беріп қана қоймай, жас ұрпақтарымыздың бойындағы адамгершілік, кішіпейілділік, адалдылық сіңіру азаматтық борышымыз деп есептейміз. Осындай жұмыстар атқарылуда. Көбінесе біздің мектептегі жұмыстарымыздың көбісі әлеуметтік желілерде жарияланып отырады. Ол жаңағы Facebook, Instagram парақшаларында. Ал енді одан шығатын нәтиже ол кері байланыс, жаңағы дайректке жазады, немесе контент арқылы біз жұмыстарымыздың нәтижесін көріп жатамыз. Осындай жұмыстар бізде атқарылып жатыр. Енді жалпы қорытындылай келе, бізде қоғамдық парасаттылық идеологиясын қалыптастыру мақсатында әлі де осы жүйелі жұмыстарды алдағы уақытта да өз жалғасын табады деген сенімдеміз. Рахмет. Манас Саяхатұлы, сізге көптен көп рахмет. Жалпы осындай қысқа аралық уақытында біраз жұмыстар атқарыпсыз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы идеологияны қалыптастыру бағытында. Соның ішінде ең жаңағы
көзге ілінерлігі ол ай сайын беделді қазақстандық беделді мәдениет өкілдерін шақырып балалармен жұмыс жасап, жаңағы олардың мақсатын шыңдай түскендеріміз өте жаңағы көзге көрініп тұр. Жалпы енді біздің антикор орталығына келіп отырсыз. Тағы да жаңа бастамаларыңыз болса, егер қандай да бір іс-шаралар өткізгілеріңіз келсе, біздің есігіміз сіздерге әрдайым ашық деп айтқымыз келеді. Сонымен қатар сіздер айтып отырсыздар ғой, жаңағы әлеуметтік желілерде түрлі өздеріңіздің атқарып жатқан жұмыстарыңызды әрдайым көрсетіп жатасыздар. Сол әлеуметтік желілерді егер де біздің жаңағы тікелей эфирімізге тіркеп жазып қоюымызға болады. Сізге көптен көп рахмет. Көп рахмет. Шақыртуларыңызға рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар.